Саламатсыз ба? Менің атым Марат Алтынбек. Мен Қазақ-Британ техникалық университеті бірінші курс студентімін. Бүгін мен Қасым тарих бойынша СРС сұрақтарына жауап беремін. Жалпы тақырып түркі халқы туралы. Бірінші түркі қағанаты ол Евразия даласында құрылған алғашқы түркі мемлекеті болып табылады. Ол 552 жылы Бумын қаған билігімен құрылып, Алтай және Орхон өзені аралығында өмір сүрді. Түркі қағанатының орталығы Орхон бойы болды. Бумын қаған қайтыс болған соң, оның інісі Мұқан қаған билік жүргізді. Ол кезеңде қағанаттың шекарасы Қытайдан Қара теңізге дейін болды. Мемлекеттік басқару жүйесі әскери феодалдық сипатта болды. Яғни қаған ең жоғарғы билеуші қаған болды. Және кейін оған қараған ұлыстарды Шат, Япу тегіндер басқарды. Түріктердің шаруашылығы негізінен мал шаруашылығы және егіншілік дамыды. Сонымен қатар темір өндіру және қару-жарақ жасау кәсібі кең дамыды. Мәдениет тұрғыдан түріктер көк тәңірге табынды. Түрік руникалық жазу пайда болды сол кездерде. Түркі қағанатының маңызы ол түркі халықтарының этникалық және саяси бірлігін қалыптастырды. Және осы мемлекеттің әлсіреуі бойынша кейін батыс шығыс түрік, одан кейін Қарахан және Қазақ хандығы сияқты мемлекеттердің негізін салды. Осы түркі қағанаты 603 жыл тарағаннан кейін оның қағанаты екі бөлікке бөлінді, яғни батыс және түркі қағанаты. Түркі қағанаты ыдыраған соң оның батыс бөлігі Іле, Шу, Талас бойындағы аймақтарда батыс түркі қағанаты құрылды. Олардың орталығы Суяб болды. Суяб қаласы. Мемлекетті бастаған Тардуш қаған еді. Батыс түркі қағанаты 10 тайпалық бірліктестен тұрды. Оларды Онық Будун деп аталды. Басқару жүйесі мұрагерлікке негізделіп, қаған билігі орталықта, ал аймақтарды Япу мен Шабдар басқарды. Халықтың негізгі кәсібі көшпелі және жартылай мал шаруашылығы болды. Сонымен қатар қала мәдениеті мен сауда дамыды. Яғни осы кездерде Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан қалалар, олардың беделі артты. Батыс түркі қағанатының Қытай, Иран, Византия мемлекеттерімен байланысы нығайды. Осы 7-ші ғасырдың ортасында билік үшін ішкі тартыстар күшейіп, осы мемлекеттің әлсіреуіне әкелді. Осы 704 жылы оның орнына түргеш қағанаты құрылды. Ал батыс түркі қағанаты тайпалардың этникалық осы бірігуі жалғастырып, кейін қазақ жерінде феодалдық мемлекеттің саяси негізін қалыптастырды. Және осы екінші бөлігі ол шығыс түркі қағанаты болып табылады. Осы қағанат 7-ші ғасырдың екінші жартысында қайта құрылған мемлекет болып табылады. Ол 603 жылы Бүртсат түрік қағанатының екі бөлініп, оның шығыс бөлігі осы шығыс ретінде қалыптасты. Қағанат 682 жылы Елтеріс қаған басшылығымен қайта тәуелсіздігін алды. Олардың орталығы Орхон өзені бойындағы Өтеккен аймағы болды. Елтерістен кейін оның ұлы Қапаған қаған және Білге қаған билік жүргізді. Бұл дәуір түркі мемлекетінің жаңа өркендеу кезеңі болды. Шығыс түркі қағанатының басқару жүйесі орталықтандырылған әскери феодалдық сипатта болды. Елді қаған басқарды, алған бағынышты ұлыстарды Шаттар, Япу мен бектер биледі. Осы қағанат халқы негізінен мал шаруашылығымен айналысты. Сонымен бірге сол негізі темір өндіру мен қару-жарақ жасау ісі дамыды. Осы түркілер Қытаймен соғды және Кореямен сауда байланыстарын жүргізді. Мәдени тұрғыдан бұл кезең ерекше маңызға ие. Себебі дәл осы уақытта Орхон еңсе жазбалары пайда болды.
білге қанжа, күлтеген тон көк ескерткіштерді. Олар түркі тілінің жазу мен рухани мәдениетінің биік деңгейін дәлелдеді. Осы 8 ғасырдың ортасында ішкі тартыстар мен ұйғыр тайпаларының шабуылынан кейін шығыс түрік қағанаты құлады. Осы шығыс түрік қағанатының орнына түргеш қағанаты келген болатын. Олар 704 пен 756 жылдары арасы өмір сүрген. Осы қағанаттың негізін қалаған үшлік қаған болатын. Астанасы Суяб, кейін Тараз қалалары болды. Мемлекеттің негізгі халқы түргеш тайпалар болды. Олар сары және қара түргеш деп екі топқа бөлінді. Түргештер Ұлы Жібек жолының маңызды бөлігіне ие болды. Бұл олардың экономикалық және саяси дамуына әсер етті. Үкімет билігі мұрагерлік жолмен берілді. Осы қаған елдің жоғары билеушісі саналды. Және оған қарсы ұлыстар, тархандар мен бектер басқарды. Және түргештер көшпелі мал шаруашылығымен қатар егіншілік пен қала мәдениетін дамытты. Осы Тараз, Суяб сияқты қалаларда қолөнер, сауда және де металл өңдеу ісі өркендеді. Осы 8 ғасырдың араб шапқыншылығы кезінде түркіштер Талас бойындағы шайқаста, яғни 751 жылы Қытай әскеріне қарсы арабтар мен біріктесіп түркі жерінің тәуелсіздігін қорғады. Ал ішкі талас пен қарлықтардың күшеюімен түргеш қағанатының әлсіреуі құлауына әкелді. Және келесі мемлекет ол қарлық мемлекет болатын. Олар 756 мен 940 жылдар арасы өмір сүрді. Олардың астанасы Суяб болатын. Қарлықтар 7 ғасырдан бастап тарихтан белгілі олардың негіз аймағы Жетісу мен Тянь-Шань өңірі болатын. 726 жылы қарлық көсемі Білге Құл Қадыр хан өзін қаған деп жариялап тәуелсіз мемлекетін құрды. Қарлық мемлекеті 3 негіз топтан тұратын одақтан. Оларды елбегі мен бектер басқарды. Қарлықтар мал шаруашылығымен қатар отырықшылық пен егіншілікпен айналысты. Осы Тараз, Баласағұн, Құлан сияқты қалаларда қолөнер мен сауда дамыды. Осы қарлықтар ислам дінінің таралуының жол ашқан және мәдени байланыстырған мемлекет болатын. 9 ғасырдың олардың билігі әлсіреп, 940 жылы ыдырап, оның орнына Қарахан мемлекеті құрылды. Осы қарлықтар қазақ халқының қалыптасуына үлкен рөл атқарды. Және де келесі мемлекет ол Оғыз мемлекеті болатын. Оғыз мемлекеті 9 ғасырдың екінші жартысында Сырдария төменгі ағысы мен Арал маңы өңірінде құрылды. Оның орталығы Яңгикен, яғни жаңа қала деген мағына береді. Қаласы осы болды. Мемлекеттің негізгі Оғыз тайпаларының бірлестігі қалады. Алғашқы билеушілердің арасында ел емес, одан кейін Әлшек, Шахмәлік қағандар болды. Оғыз қоғамы әскери феодалдық сипатта болды. Қаған билігі мұрагерлікпен берілетін болып, оларды бағынышты бектер мен тайпа көсемдері салық төлеп отырды. Оғыздар негізгі шаруашылығы мал өсіру, аңшылық, егіншілік болды. Осы сыр бойында егіншілік пен қала мәдениеті дамыды. Осы сауда жолдары арқылы Хорезм, Самарқанд және Қырыммен байланыс орнатып отырды. Мәдени өмірінде түркі тілдері мен ислам діні тарап бастады. Осы 11 ғасыр ішкі билік күресі мен қыпшақтардың күшеюі Оғыз мемлекетінің жаймен әлсіреуіне әкелді. Осы 1041 жылы Шахмәлік селжұқтармен соғыста қаза тауып, осы кезде мемлекет құлады. Оғыз мемлекеті кейінгі түркі халықтарының соңғы ішінде қазақ, түркмен және түрік халықтарының этникалық құрамының қалыптасуына өздерінің үлестерін қосты. Келесі мемлекет ол ұйғыр қағанаты. Олар 7 мен
сегізінші ғасырларда өмір сүрді. Осы қағанат Орхон өзені бойында батыс түрік қағанаты мен көк түрік қағанатының мұрагері ретінде құрылды. Орталығы Қара Балқасын қаласы болды. Қағанатты Білге Құл Қаған басқарған. Ұйғыр мемлекеті 9 тайпадан құралған 9 оғыз бірлестігі негізінде ұйымдасты. Осы басқару жүйесі орталықтандырылған сипат алды, яғни қаған кеңесшілер, әскери басшылар және бектер кеңесі болды, және де қарапайым халық. Осы экономикасына мал шаруашылығымен қатар егіншілік пен қолөнер дамыды. Ұйғыр сауда мен дипломатияда да жетістікке жетті, яғни олар Қытай, Тибет және араб елдерімен бірге байланыс орнатты. Мәдениет саласында ұйғырлар түркі жазба мәдениетін дамытты. Ұйғыр жазуы қалыптасты. Осы 840 жылдары Енисей қырғыздардың шабуылынан кейін қағанат құлады. Келесі мемлекет ол бізде Қарахан мемлекеті болатын. Олар айта кеткендей жаңа Қарлы қағанатының орнына құрылды, яғни 940 және 1212 жылдар арасы мемлекет өмір сүрген. Мемлекеттің орталық қалалары Балсағы мен Қашқар болатын. Қарахан билеушілері ислам дінінің ресми түрде қабылдаған алғашқы түркі әулеті мемлекет болып саналады. Осы мемлекет құрылымы жоғарғы билік қағанға тиесілі, яғни ал аймақтарды тегіндер мен бектер басқарды. Экономикасы мал шаруашылығы мен егіншілік, қолөнер дамыды. Қарахан дәуірінде Жетісу мен Қашқар аймақтарында мәдени өрлеу байқалды. Жүсіп Баласағұнидің Құттыбілік, Махмұд Қашғаридың Диуани лұғат атты түрік еңбектері осы кезеңде жазылды. Қарахан мемлекет түрік тіліндегі ислам мәдениетінің қалыптасуына ең бірінші жол ашқан мемлекет болып табылады. 12 ғасырдың басында мемлекет бірнеше ұлыстарға бөлініп, кейін Қарақытайлардың ықпалынан мемлекет тарады. Айта кеткенде осы келесі мемлекет Қарақытай. Бұлар 1100 және 1213 жылдар аралығы мекендеп өмір сүрген. Қарақытай мемлекеті Шығыс Түркістан мен Жетісу аймақтарында 1128 жылы Ляо әулетінен шыққан Илу Даши басқаруымен құрылды. Солтүстік Қытайдан олар бастапқыда солтүстік Қытайдан ығыстырылып, батысқа қоныс аударған қидандар еді. Осы мемлекеттің орталығы Баласағұн қаласы болды. Қарақытайлар жергілікті түркі халықтарының басқару дәстүрін сақтап, салық пен әкімшілік жүйесін жетілдірді. Экономикасында мал шаруашылығы, егіншілік қатар дамып, барлық мемлекеттер ретінде осы жібек жолы арасы қала мәдениеті өркендеді. Осы Қытай билеушілері өз иеліктерінде дін еркіндігін сақтады, яғни ислам, буддизм және нестариандық діндер қатар өмір сүрді. Олар ұлы жібек жолын бақылап, Орта Азия мен Қытай арасындағы сауда қатынастарын нығайтты. Осы мемлекет әскери күшке сүйеніп, Қарахан және Хорезм билеушілерімен соғыстар жүргізді. Осы 13 ғасырдың басында наймандардың күшлік ханы билікке келіп, кейін моңғол шапқыншылығымен бірге осы мемлекет құлады. Осы келесі қағанат ол Қимақ қағанаты болып табылады. Олар 9 ғасырдың ортасында Батыс Сібір мен солтүстік шығыс Қазақстан жерлерінде құрылды. Олардың орталығы Имақия, қазіргі Ертіс бойы қаласы болды. Қимақ одағы 7 негіз тайпадан құралды. Оның ішінде қыпшақтар да бар еді. Қимақ қағанат билеушісі Қаған аталып, билік мұрагерлік жолмен берілді. Мемлекет басқару жүйесі түрік дәстүріне негізделді, яғни елдің ішкі өмірде ру тайпалық ақсүйектердің ықпалы мықты болды. Қимақ көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты, және де аңшылық, балықшылық пен осы мәдениеттер
өте ауқымды маңызды рөл атқарды. ертіс пен тобыл бойында қолөнер мен сауда дамыды. Ислам дінмен қатар тәңіршілік пен шамандық сенімдер де сақталды. Осы 11 ғасырдың басында қыпшақтардың күшеюі қимақ қағанаттың әлсіреуіне әкелді. Соның нәтижесінде мемлекет ыдырап, оның соңында Қыпшақ хандығы құрылды. Осы келесі мемлекет Қыпшақ хандығы, яғни олар 11 ғасырдың басында имақ қағанатын, жаңа айта кеткендей, қимақ қағанатын мұрагер ретінде қалыптасты. Негізгі аумағы Сырдариядан Еділ өзеніне дейінгі Дешті Қыпшақ даласы болып табылды. Олардың астанасы алғашқыда Сарайшық, кейін Отырар, Сығанақ қалалары болды. Қыпшақ билеушісі хан деп аталды, ал оның кеңесшілері бектер мен нояндар еді. Осы Қыпшақ қоғамы феодалдық құрылымда ие болды. Басты әлеуметтік топтар ақсүйектер мен қарапайым қауым мүшелері болып табылды. Шаруашылығы негізінен көшпелі мал өсіруге сүйенді, бірақ егіншілік пен саудада дамып отырды. Қыпшақтар Ұлы Жібек жолының арқылы Хорезм мен Русь мемлекеттерімен тығыз байланыс орнатты. Мәдениетте түркітілік үстемдік етті, және де онымен қатар ислам діні тарады. Қыпшақтардың әскери күшеуі аса қуатты болды. Олардың көрші мемлекеттер жалдамалы әскер ретінде де пайдаланған. 13 ғасырдың басында моңғол шапқыншылығы нәтижесінде Қыпшақ хандығы құлады. Қыпшақ хандығын Евразияға дейін барды. Келесі қағанат Қазақ қағанаты болып табылады. Олар 7 және 10 ғасыр арасы өмір сүрген. Олардың аумағы Еділ мен Каспий теңізінің солтүстігіне дейін құрылды. Ол батыс түрік қағанатының мұрагерлері болды. Астанасы Итил қаласы еді. Мемлекетті қазақ қағандары басқарды. Олардың билігі мұрагерлікпен беріліп отырды. Қазақ қоғамында түркі тайпаларының үстемдігі қатар иудей, ислам және христиан діндерінің ықпалы қатар өмір бірге сүрді. Экономикасы мал шаруашылығы, егіншілік және сауда атқарды. Хасарлар Ұлы Жібек жолының батыс тармағын бақылап, Византия мен араб халифатымен дипломатиялық және әскери қатынастар орнатты. Олар Кавказ, Қырым және солтүстік Каспий аймақтардың түркі тайпаларын біріктіріп, ірі державаға айналдырды. Осы 9 ғасырдың ішкі билік таластары мен сыртқы қысымның күшеюі мемлекетті әлсіретіп отырды. 965 жылы Киев князі Святослав хазарлар жеңіп, қағанатты құлатты. Келесі мемлекет Найман мен Керейт ұлыстары. Олар 9 мен 13 ғасырлар арасы өмір сүрді. Осы Найман және Керейт ұлыстары орталық және шығыс Қазақстан, сондай-ақ Моңғолия жерінде өмір сүрді. Бұл мемлекеттер түркі және моңғол тектес тайпаларының бірліктестері еді. Осы наймандардың орталығы Арқон және Ертіс арасы болса, керейттердің орталығы Қарақорым маңындағы аймақ болды. Екі ұлыстың басқару жүйесі ұқсас, яғни хан билігі мұрагерлікпен беріліп, оған бағынышты бектер елдер басқарды. Наймандардың белгілі билеушісі Таян хан, ал керейттерді әйгілі Ван хан Тоғорыл басқарды. Олардың шаруашылығы көшпелі мал өсіруге негізделді, бірақ сауда мен темір өңдеу ісі де дамып отырды. Діни сенім тұрғысынан наймандар арасында несториандық, христиандық, ал керейттерде арасында шамандық пен буддизм тараған. 13 ғасырдың басында Шыңғыс ханның шапқыншылығы осы кейін екі ұлысы моңғол империясының құрамына кірді. Алайда Найман мен Керейт билігі дәстүрі, әскери ұйымы және мәдени тәжірибесі кейінгі қазақ хандығының қалыптасуына зор ықпал етті.